Сәлем достар, бүгін мен үйдегі 4 мысығымның дене тұрпатыменен 4 мысығымды таныстырып өтетін боламын. Міне менің ақ мысығым осындай кішкентай. Бойын қараңыздар бұның. Билегісі келеді. Бұл өте адуынды мысық. Бұны ұстау да мүмкін емес. Міне бұл менімен төбелеседі да. Қараңдар. Қайтпайды ғой, қайтпайды. Не деген мысыға? Міне, ойпырмай, мен қолымды тістеп тырнап тастады. Мә, қолымды жібер. Ұстаған. Оны мен сүйемелдеп тұрғанмен жұмысшы болдым да. Қарасай, менімен төбелеседі. Қайтпайтын мысық. Пысық шығар деп ойлаймын енді. Өскен кезінде өте бір алғыр, тышқан ұстағыш, пысық мысық болады деп ойлаймын. Қара, қайтпайды ғой, қайтпайды. Менімен төбелеседі бұл. Келгені. Екеуміз күресеміз. Ал саған келіп бұса. Мә саған. Мә. Қашқысы келеді. Осы мысықпен естіп ойнағаны өте қызық. Ішің пыспайды. Қарап отырып ойнай бересің. Мені аямай тістеп отыр. Аямай тістейді бұл. Тұрмайды, қайтпайды. Қара. Төбелеседі. Онда төбелесеміз. Кел, хан. Төбелесеміз. Ал енді менің үлкен мысығым үйдегі өзі бір момын. Осындай қара. Мә, үлкен мысық. Ойнамайды. Үлкен болған екен, ойнауды қызықтыра бермейді бұл. Бұған салса сол ұйықтаса, жатса, тыныш. Ұйықтай берсе, қайдағы ұйықтағатын. Бұны көрсең бұл ұстап алғың келеді ғой. Қандай сүйкімдісің деп ұстап аласың да мыжғылайсың. Рахаттанып, мә, салмағын қара. Тышқанды да ұстай алады бұл мысығым. Ақылды өзі. Міне бойы осыншалықты дәу менің мысығым бар. Міне осындай мысығым бар менің. Бұның аты Поши. Мен бұны Поши деп атам. 2-3 қарыс екен. Мә, 3,5 тіпті. Бұның да осылай ығырын шығарып, мыжғылап алам рахаттанып. Не мысық, міне мұнаның енді сүйіктісі мынау. Осын түсінбеймін. Үстеді да, еметін сияқты. Осы одеялды бар ғой. Бұны жолдан тауып алдық дағына үйге әкеп қойғанбыз ғой. Қыс ауасында үйде мысық көп болса да әкелдік осыны. Жаурайды ғой деп әкелгенбіз. Білмеймін, бұны қалай осындай сүп-сүйкімді қылып жолға тастап кеткен. Өстіп, осыны әкеп қойсақ, бұл әлі де мамасын мәмесін еметін сияқты. Осылай жамылғаны еміп алып отырады ма? Бір нәрсе өз алдына пырылдайды. Бұның сүйкімдісі осы ғой. Айтпайшы, маған не бар бұда? Не бар бұл одеялды саған? Берсей, жібер. Жібермейтін. Тас қып ұстап алып өстіп. Міне. Әлгінде тамақты да бермей жүрген мысық осы міне. Үстіп ұстайды. Міне мынау менің Пошиымнан кейінгі екінші мысығым. Ал мынау ең кішкентай мысығым. Бұл да ұстатпайды, ойпырмай. Оңайлықпен ұстатпайды. Қайда бара жатсың? Ұшпайын ба сені, мүжғыламайын ба? Тоқташы, қолымда сусып шығып кете береді. Мысықтарды өзім қатты жақсы көремін. Менің қызым да, балам да жақсы көреді, балдарым да. Осындай мысықтарды. Біздің үйде қазір осыменен 4 мысық болды. Ал сенің үйінде қанша мысық бар? Алып кетші бар. Ал мынаусы, мына мысығым жоғалды.
сыртқа шығып кетіп еді. Бұның сүйкімдісі осы еді. Келеді дағаны одеялға тырнағын өткірлейді десең болады. Келеді да одеялды осылай өз алдына массаж жасағандай отырады. Күн жылылау кезде шықты да кетті. Мияулап қой далаға шығып таза ауа шығып келсін десем, жоқ болды осылай. Жоқ. Көрші балдардың мысыққа қызығатын әдеті бар еді. Мүмкін әкетіп қалған шығар. Бұның күнделікті тірлігі осы еді ғой. Осылай келеді дағыны осы одеялға тырнағын өткірлеп отырады. Осыны осылай да шығарған шотыста. Міне осының тірлігі бұл. Сүйіктісі массаж жасататындар бар ма деп қояды дейді да. Жоғалып кетті ғой, өкінішке қарай. Тірінен сол саған кеттім өзін. Сүйкімді өз. Сондай. Міне мынау шыңға қашып кеткен мынау. Міне қарашы. Ұстап алдым. Міне екінші мысығым ғой. Бұл да кішкентай бірақ ана екі ақ мысық пен қоңыр мысықтан қарағанда үлкен мысығым бұл. Екінші мысығым үйдегі екінші үлкен мысық. Бұл да жақсы ұстайды, үйде тұрмайды, қыс болса да. Бірақ бұның бір жақсы жері үйді бұлдамайды.